тағып шығамыз да аппаратпен жұмысты бастаймыз.按上我们的太赫字波2个红点。 Боди режимін қосып, екінші уровень қосамыз. 第一步，大家看好，中间这根大椎走到我们身体的1/3处。 Қара құстан бастап, омыртқа бойымен біз мына денеміздің лифчиктің外膀胱。 одан кейін сыртқы тамырлар жолдарын тартамыз, яғни омыртқаның жанындағы сызықтың сыртындағы сызық. 然后我们来一个肩胛骨。 Одан кейін мына жауырынымыздың шетін жағалай отырып, детокс нүктесіне қарай тартамыз. 看了吗？但是我所有的走向都是走往它的排毒口。 Қарасаңыздар, мен мына әрекеттердің бәрін детокс нүктесі құлағының арсы бөлігіндегі лимфасына 走到肩膀，然后来到它的 иықты басып қолтыққа апарамыз. 看明白吗？这几个动作非常的简单，大家来，第一个来。 Бұл әрекеттерді жаттап алдыңыздар ма? Өте оңай. Біріншісі мінекей. 是不是非常的简单？ Қалай сіздерге оңай ма екен? Лиза, а можно вопрос? А прям в подмышку надо вводить? Вот прям важно, что прям в подмышечную впадину попасть или нет? Да, до сюда. 这个时候它是不是有很大的富贵包啊？ Енді толыққанды майымызбен кішкене жұмыс жасадық. Енді холкасын байқап тұрсыздар ма? 这个富贵包我们可以给它选择刺刮。 Бұл холкасын кетіру мақсатында біз аппаратымызды қырынмен кішкене қырсақ болады. 看呢，刺刮它也不会感觉到疼，因为它这个地方已经堵了。 Қырындатып қырған кезде бұл кісі ешқандай ауру сезімін сезбейтін болады, себебі ол жердегі тосылулар өте қатты болып тұр. 这个地方它是非常硬的，如果说我们给它刺刮2次或者1次之后，它这个地方会变软。 Мына жері қазір жаңа байқап тұрсыздар, өте қатты болып тұр, иә, холкасы. Қазір 2-3 массаждан кейін ол жері міндетті түрде жұмсайтын болады. Даже бір массаж. 看到吗？沙都出来了。 Мына несінің шығып тұрғанын көріп тұрсыздар ма? Қан, да? Қан. А что это? Почему? 它的大椎已经堵了。 Бұл осы мынау ұйыған қандар, қандағы токсин шлактар. Эти красные. Қатты басу керек пе екен? Жоқ, қатты басу қажет емес. А холка қатты тоже не надо? Холканы қырған кезде қатты қыруларыңызға болады. Бірақ қырып болғаннан кейін, гуашаны істеп болғаннан кейін, обязательно тегістеп бір жүріп шығасыздар. Для успокоения еще раз надо после гуаша прямыми линиями. 来，大家可以看到这样侧着刮。 Осылай қырындатып құруға болады. Көбірек, да? Холка бар. Жақсы кетеді екен. Бірге кісінің жасап екен. 你经常这么刮，他今天晚上肯定回家能睡个好觉。 Егер де жиі өстіп жасап бұны кетіретін болсаңыздар, даже бүгіннің өзінде де мына кісі үйге барғаннан кейін өте жақсы ұйықтайтын болады. 来，接下来疏通精油疏通5到10分钟就 OK 了。 Сначала масло массаж. Нет, я вот сейчас она масло еще сверху. Обязательно смешивать? 必须得跟那个油。对，结合起来用是最好的效果。 Егер де бірге істетсеңіздер, кремді құйған кезде майды да құйып істетсеңіздер, эффект намного лучше будет. Если совмещать с кремом. Просто басқа сабақта тек қана креммен көрсеткен. Неге біреу былай, біреу былай айтады? Наработки, у каждого наработки свои, наверное.
大家看看，就这几个大椎穴，是不是非常的简单？比脸部简单多了，是吗？ Здесь только определенные линии, сол линиялар жасасаңыздар болды, уже результат алып бере аласыздар. Сол себепті бүгін бет жасаудан әлдеқайда оңай деп айтатынымыз сол. 我们给对方做的时候要问他，做大概10分钟左右，你要问他是冷还是热。 Креммен бір 10 минут жұмыс жасағаннан кейін, бір қабат сіңіріп болғаннан кейін клиенттен сұрайсыз, арқаңыз жылыды ма, арқаңыз салқын ба әлі, пысыған сезім сездіңіз ба деп. 如果说对方说我现在有点冷，那说明他的寒气正在往外排出。 Егер де клиентіңіз 10 минут жұмыстан кейін арқам әлі салқын болып тұр десе, демек оның суығы енді қозғалып жатыр. 如果说他很热，但是他表面是凉的，那说明他的寒气已经